وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Nie ma, że ma miejsca stawka z اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Qadrli jamaat, hurmatli musulmonlar, Alloh barchamizning niyat tilagimizni qabul etsin. Bugun ikimiz Allohning nasibi 24-kun taravih namozini o'qib o'tiramiz. Taravih namozini Alloh barchamizning niyatimizni, tilagimizni o'zgartirib o'qigan taravih namozlarimizda barchamizdan qabul etgay. Bugun qarilarimiz qasiyatli Qur'onning Tur, Najm, Qamar, Rahman, Vakıa, Hadid surelerini okudu. Bu surelerin varlığında da bizlerde dünya және ahiretlik vakıtta yetilikli, mağınalı, әрі ғибратlı ayetler bayandaldı. Sonun içinde bugünkü vaazımızda arqav bolğanı Hadid suresinin 23. ayeti. Bu ayette Allah Teala bulay deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Vallahu la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Sadakallahu azim. Allah kiyine girip menmensigen maqtançaqlarning hiçbirini unutmaydı. Allah kiyine girip menmensigen maqtançaqlarning hiçbirisini unutmaydı. Allah saklasından başlamızda. Ömür bulmasın,
қалай жағдайды көреміз, дуа боламыз. Небір мақтаншақтар бар. Біреу күлкіне мақтанады, біреу көркіне мақтанады, біреу дүниесіне мақтанады, біреуі мансабына мақтанады, тағы басқа мақтанатын себептер көп. Алла осыдан сіздерімізді, ұрпағымызды сақтасын. Момын адамның алыс болу керекті болған сипаттардың бірі әл-ифтихару, яғни мақтаншақтық екендігін айтқан. Момын адамдардың сақтанатын сипаттардың бірі момын адам, Аллаға сенген адам, мұсылман адам, ол мақтаншақтық екен. Дана халқымызда өзін-өзі мақтаған өлгенмен тең дейді. Мақтанудың жақсы қасиет еместігін біздің дана халқымыз осы нақыл сөздермен айтып кеткен. Абай Құнанбайұлы бабамыз өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз дейді. Бұл біздің өзімізге және үйімізде балаларымызға көп айтып отыратын өсиеттің бірі. Абай атамыздың осы сөзі. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз дейді. Осы жаман қасиеттерден өзімізді және балаларымызды арылтайық, құрметті ағайын. Мақтаншақ адамның сипаттары. Мақтаншақ адамдар қандай болады? Біріншісі, өзге адамдардың алдында өзінің шынайы болмысын жасырып, өзінде жоқ дүниені, бойында жоқ сипаттарды бар деп көрсетіп, сол арқылы мақтанғанды жақсы көреді екен. Екіншісі, көпшілік ортада өзгелерге сөз бермей, тек өзінің жеткен жетістіктері жайында әңгімелеп, басқаларды тамсандырғанды ұнатады. Бұндай сипаттарды көп кездестіреміз ғой барлығымызда, осы қоғамда көп көрінеді осы қазіргі айтып жатқан жағдайда. Үшіншісі, қандай да бір жақсы нығметке ие болғанда оны тезірек адамдардың алдында көрсетіп, олардың мақтауын күтеді. Ешкім мақтамаған жағдайда жүрегінде ренжіс пайда болады дейді. Бұл да біз көп көретін дүние қазіргі заманда. Қазір әлеуметтік желі дамыған заман, неше түрлі дүниелерді көрсетіп мақтайтын адамдардың саны көп, Құдай одан сақтасын. Өткенде бір Түркияға барып, былтыр жылы студенттер дейміз ғой, шәкірттермен кездессек, шәкірттер жағдайы қиын ғой, білесіздер, студенттік өмірді барлығыңыз көрдіңіздер, бірде бар, бірде жоқ. Әлеуметтік желіден тізеге дейін жайылған дастарханды көріп, ағыл төгіл дастарханды көрсетіп, әлеуметтік желіге қойып отқан азаматтарды көрген кезде қызығып қараймыз деп маған айтып қалды бір студенттер. Қараңыз, біреу аш, біреу тоқ. Сондай ағыл төгілді көп жариялай берудің өзі де кішкене қиындау. Осыған да сақ болғанымыз дұрыс екен. Төртінші, адамдардың оған қызыға қарауынан, тамсануынан ерекше ләззат алады. Өзін бір жақсы мақтан қылып көрсететіндер көп қой. Жақсы киім кию мүмкін, болмаса жақсы көлікпен жүру мүмкін, тағысында көптеген өзін мақтандырып көрсетіп, адамдар таң қалады. Сіз қандай кереметсіз, сіз қандай керемет киім киесіз, немесе сіз қандай керемет көлікпен жүресіз дегенге мәз болып рахаттанатын адамдарға аз емес. Алла сақтасын. Біз әрқашан момын мұсылман қарапайым, кішіпейіл болуымыз керек. Таза киінуіміз керек, жақсы киім киюіміз керек. Бірақ онымен мақтанып, біреудің мақтанғанына тамсанып, рахаттанбауымыз керек. Бесінші, өзгелер сүйсіне қарау үшін көпшіліктен ерекшеленгенді, өзіне ерекше ілтипат көрсеткендігін ұнатады. Ондай да адамдар көп. Кейде бір топтың ішіне түсіп кетсеңіз, әсіресе енді намаз оқымайтын кісілердің арасында көп болады ондай. Білесіз, мақтанғанды кішкене дұрыс қарамай қойсаңыз, кішкене сөзін тыңдамай қойсаңыз, ренжіп шығып кететін адамдар да болып жатады. Алла сақтасын. Қандай жағдай болса да кішіпейілдікті Алла баршамызға нәсіп етсін. Мақтанудың ең жаман көрінісі қандай дейді? Мақтанудың ең жаман көрінісі. Мақтаншақтың ең жаман түрі адамның өзінің күнәлі ісін жария қылып мақтанып айту екен. Алла сақтасын. Кейде құдай астар болып жатады. Құдай астар
біреу қайтыс болған адамдар сөз сөйлеп жатады. Өкінішке орай соның ішінде біреулер кезде пәлен жерде біз пәлен нәрсе істеп едік деп күнә істерді айтып тұрады. Соны көрген кезде жүрегіміз езіледі. Алла сақтасын. Қараңызшы, осындай нәрседен бізді Құдай сақтасын. Күнәлі істі адам күнә жасауы мүмкін, бірақ оны жасырыңыз, Алладан кешірім сұраңыз. Оны мақтанып айтудың керегі жоқ. Ол одан бетер күнә болады. Және қоғамда күнәнің жайылуына ол себепші болады. Оны көрген жастар соны алып, ары қарай таратады. Менің балам айтады, мектепте бір балаға уағыз айтқан ғой. Ты не увлекайся религией деп айтады. Көрдіңіз бе? Қандай адамдар бар? Өкінішке орай. Сондықтан Құдай сақтасын. Адамдар қазір, кейбір адамдар діннен қорыққаннан балдарына солай үйретіп қойған ғой. Дінді айтып естігенде қорқып қалған кәдімгі. Дінге берсе де адасып кетеді деп қорқады. Ал біздің бабаларымыз дінге беріп не үшін адаспасын деп берді ғой. Қазір теріс болып қалды. Берсем адасып кетеді деп ойлайды. Өкінішке орай. Әрине ондай ата-аналарды түсінуге болады. Өйткені неше түрлі ағымдар болды кезінде. Неше түрлі қылмыстар жасады, содан кейін қорқып қалды. Өкінішке орай. Бірақ енді біз ол ағымда сақтануымыз керек. Бірақ бізде кейбір біздің дұшпандарымыз сондай ағымдар шығару арқылы негізгі дәстүрлі діннен азастыру үшін осындай нәрселерді бізге айта береді. Мысалы, Аллаху акбар деген сөз қате сөз. Дұрыс па? Алла ұлық деген сөз. Қазір Аллаху акбар десе адамдар қорқатын болды. Дұрыс па? Осылардан біз сақтанайық. Аллаху акбар Алланың жақсы сөзі. Бір рет маған бір үлкен кісі айтады, Германия елінде ота жасатқан екен. Қорқады ғой. Операция болып жатыр, сонда ішімнен сиынып жатыр дейді. Аллаху акбар деп айтсам, ана дәрігерлер қорқып кете ме деп ішімнен айтты. Көрдіңіз бе қандай жетіп қалды, Алла сақтасын. Осыны қадірлі жамағат барынша балаларымызға дұрыстап үйретейік. Әрине бірінші мәселе иман үйрету, бірақ